Құрметті достар, мен сіздерге, құрметті замандастар, экранның ар жағында отырған мен сіздерге өзімнің түсінігімде пирамиданың не екенін, лохотронның не екенін, сетевой маркетингтің не екенін, жарнаманың не екенін қазір салыстырмалы түрде өздеріңізге өз ойымды жеткізетін боламын. Егер сіз бұл каналға бұрын соңды тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде поделиться кнопкасын басып тіркеліп қойыңыз. Өзіңіздің ойыңызды комментарийға жазуды ешқашан ұмытпаңыз, себебі менің мақсатым қарапайым халыққа осындай мүмкіндіктерді көрсету. Енді лохотрон мен пирамидаға келетін болсақ, мысалы, лохотрон мен пирамида деген ол мысалы сіз өзіңіз ақша еш жерде оборотта жоқ, тек қана сіз бен біз сияқты адамдардың арасында жүрген ақша, ол әрине лохотрон мен пирамида. Себебі оны алдыңғы адамдар алып қояды да, арттағы салған адамдардың ақшасын. Арттағы адамдардың астынан алдыңғы алған адамдар түспейді. Сондықтан ол ақшаны бірінші кірген адамдар алады да, арттағы адамдар ақшасыз қалып кетеді. Ол как раз лохотронға жатады. Ал енді пирамидаға не жатады? Пирамидаға тура осындай система жатады, бірақ ол системаны мысалы шетелдік азаматтар, біз тек қана қазақтар емес, дүние жүзіндегі аңқау адамдардың аңқаулығын, қаржылық сауатсыздығын, инвестициялық сауатсыздығын, ақшаға мұқтаждығын пайдаланып, өздері сайт ашу арқылы, интернет арқылы, өздерінің жоғары агрессивті проценттерін көрсету арқылы осындай пирамидаларды құрып, бірінші кезде ақша салған адамдарға ақшаларын беріп, оларды қызықтырып, өздерінің платежный система деп айтамыз, төлемдік жүйе ретінде өздерінің биткоин, эфириум кошелектарын, енді оның барлығын программистер жасайды, екінің бірінің қолынан келмейді. Сайтты программистер жасайды. Керемет программистер өздері бірігіп, именно қарапайым халықтың ақшасын жинап кету мақсатында ашылады. Ол енді пирамидаға жатады. Бірінші кезекте лохотронды айтып кеттім, адамдар өздері осындай ортадан бір-бірімізге көмектесеміз деп ортадан өздері келісіп алады да, алдыңғы салғандар ақшаны алып, артқы салғандар ақшасыз қалып кетеді. Себебі алдыңғы салған адамдар анау ақшаны пайда көреді, сөйтеді да, олардың астынан қайтадан ақша салу деген миында жоқ, себебі ол ақшаны алып алды. Ол енді лохотрон, кәдімгі лок қылып кетеді адамдар. Екіншісі пирамида, ол енді шетелдіктердің ашып кеткен. Одан кейін пирамиданың түріне өздеріңіз білесіздер, қазіргі таңда біз барлығымыз пирамиданың ішінде жүрміз. Неге? Себебі біздің ақшамыз күннен күнге құнсызданып бара жатыр. Ол деген сөз, сіз қазір лохотрон мен пирамиданың ішінде жүрсіз деген сөз. Енді лохотрон мен пирамиданың шығудың бірден бірегей мүмкіндігі ол как раз сетевая индустрия деп айтамыз, желілік индустрия. Мысалы, сіз өзіңіз бір жерде жұмыс жасайсыз, бірақ сетевой бизнес жасағыңыз келмейді. Сетевой бизнесті біздің отандастарымыз бүкіл әлем бойынша барлығы негатив дейді ғой, өңшін минустарын көріп алғанда, кері, енді қалай деп айтады, мысалы, біреу товарный бизнеске кіреді, мысалы БАДы сатады, ол өзінің БАДының ақшасын алып алады да, болмаса косметика ақшасына алып алады да, ол косметиканы сата алмайды, ол БАДты сата алмайды, сөйтеді да, оны ойлайды, сетевой бизнес деген бұл далбаса. Ең бастысы өзінің сата алмай жатырғанын, өзінің білімін жетпей жатырғаны, ол артта қалып кетеді. Ең бастысы кінәні біреуден іздейді. Бірінші кезекте кінәні біреуден іздемес үшін өзіңіздің кірген платформаңызды жітік меңгере отырып, ары қарай сол бизнесті жүргізіп кету, ол өзіңізге байланысты. Қазіргі таңда сетевая индустрия, мысалы өздеріңіз жан-жақтарыңызға қарасаңыздар, біреулер жиһаз сатып жатыр, сетевой маркетинг арқылы. Ол деген сөз, ортадан ақша жинайды да, алдыңғы адамдар жиһаздарын алады. Жиһаз сатушылар өздері осылай сетевойдың элементтерін пайдаланып жатыр. Сөйтеді да, олар айтады, біз сетевойда істеп жатырған жоқпыз дейді. Айтайын дегенім, қазіргі таңда тауар нарықта өте көп, оны сатушылар өте аз. Осы информацияны осыдан 10 жыл бұрын естігенде, сетевой бизнес ол наоборот керісінше жылдан жылға артады, дамиды. Қазірден бастап сетевой бизнесте өз орындарыңызды алып алыңыздар деген ақпаратты естіген кезде мен таңғалғам. Қалай ол дамиды? Болашақта бүкіл әлемдік кризис болады дегенде, қалай кризис болады? Енді біз 21 ғасырда ойламадық қой, кешегі пандемияның келіп қалатын. Қазіргі таңда барлық адамдарды үйіне отырғызып тастап, онлайн площадкаларды дамытып, офлайн бизнестерді
жайлап тұншықтыратын. Мысалы мен өз басым үш ұйықтасам түсіме кірмепті, и адамдар да солай. Сол сияқты қазіргі таңда бізге былтырғы 2020 жылғы пандемия, COVID-19 осындай жаңағы қазіргі онлайн площадкалардың, онлайн деген үйде отырып интернет арқылы табыс табатын, болмасам өзіңіздің онлайн платформаңызды дамытатын мүмкіндіктеріңіздің бар екенін көрсетті. Сондықтан экранның ар жағындағы отырған замандастар, құрметті достар, құрметті замандастар деп айтқым келеді. Қазірден бастап өзіңіздің, енді егер сіз бизнесмен болсаңыз, сіздің бизнесіңізді қосымша дамытатын мүмкіндік іздеп жүрген болсаңыз, өзіңізге ұсынып отырған онлайн площадкаларды, оның бәрін болашақта айтатын боламыз, қандай площадкалар бар екен, сондай мүмкіндіктерді жіберіп алмаңыздар деп айтқымыз келеді. Бірінші кезекте ол өзіңіздің бизнесіңізді дамытуыңызға бірегей платформа. Бұл сетевая индустрия, желілік индустрияның қазіргі таңда үлкен дамып жатырған сатысында тұрмыз. Сіз жақсы көрсеңіз де, жақсы көрмесеңіз де, сіз өзіңіздің табысыңызды сетевой желілік жүйе арқылы ары қарай көбейтетін мүмкіндікке қол жеткізесіз. Бірінші кезекте өзіңіз дамыту арқылы, сондықтан инвестиция деген сөз, ол бірінші кезекте өзіңіз инвестициялау арқылы, ол деген сөз жан-жақтан білім іздеу арқылы өзіңіздің бизнесіңізді қалай дөңгелету, қазіргі таңдағы интернет нарығының ұсынып отырған мүмкіндіктерін пайдалану арқылы өзіңіздің бизнесіңізді дамытасыз. Бірінші кезекте. Екінші кезекте жарнама. Мысалы біздің өзіміздің банктерді алайық. Банктер өздерінің жарнамасын, мысалы сізге айтады, депозит ашып, автокөлікке қол жеткізіңіз дейді. Автокөлікке қол жеткізу үшін адамдар барады да банкке депозит ашады. Мысалы, ал енді өзіңіз ойлаңыз, банкке ақшаңызды сала отырып, сіз ақшаңызды, теңгеңізді күннен күнге құнсыздандырып жатырсыз. Мысалы, өзіңіз көріп жатырсыз, былтырғы 100 000 теңге, қазіргі 100 000 теңгемен айырмашылығы аспан мен жерде. Сондықтан лохотрон, пирамида, желілік индустрия, сетевая индустрия, сетевой маркетинг, жарнама дегеннің айырмашылығын түсінсеңіздер болады. Мысалы, банктер де өзінің басқа жаңағы біздің медиа құралдары арқылы да рекламалардың барлығы не ол? Олардың бәрі жарнама, өзінің өнімдерін сату арқылы. Сондықтан ол да сетевойдың элементтерін пайдаланып жатыр дегенді білдіреді. Сондықтан құрметті экранның ар жағындағы отырған замандастар, ең бастысы өзіңіз дамыту арқылы сіз желілік индустрияны пайдаланасыз ба, пайдаланбайсыз ба, әркім әрине өзі шешеді. Егер сіз осындай мүмкіндіктерді пайдаланып, өзімнің кішкентай табысымды үлкен табысқа айландырам деген өзіңіздің ішіңізде ниетіңіз болса, онда міндетті түрде өзіңіз дамытыңыз. Қай жағынан алып қарасаңыз да, өзіңіз шұңқырдан алып шықпасаңыз, сізді ешкім шұңқырдан алып шықпайды. Міндетті түрде осы видеомен өзіңіз сияқты замандастармен, өзім сияқты замандастармен бөлісуді ешқашан ұмытпаңыздар. Лайк және комментарийларыңызға өздеріңіздің ойларыңызды жазып кетіңіздер. Біздің мақсатымыз қарапайым халықты осындай мүмкіндіктердің көзін көрсете отырып, осындай бағыттарды үйрету, көрсету. Экранның ар жағында отырған замандастар, біздің командаға қосылыңыздар. Біздің мақсатымыз қарапайым халықты қаржылық сауаттылыққа, инвестициялық сауаттылыққа үйрету. Оның бастамасымен бұрын соңды бұндай видео түсіріп көрген емеспін. Өзімді жаңа қырынан енді өзіммен танысып жатырмын. Сіздерге де ақпарат жіберіп жатырмын. Менің басты мақсатым, қайталап айтамын, қарапайым халыққа өздерінің кішкентай ақшаларын үлкен ақшаға айландыратын көздерді ұсыну. Ал енді сіз оны пайдаланасыз ба, оны өзіңіз шешесіз. Сондықтан мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар, құрметті замандастар. Өздеріңіздің ойларыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Лайк және коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Әсіресе тіркелуді ешқашан ұмытып кетпеңіздер, себебі біз болашақта бірге жұмыс жасаймыз, егер сіз оны қаласаңыз.